Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгін біз қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөз және оның құрамы. Сендердің меңгеретіндерің мәтінді түсініп оқу, қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талдау. Ал балалар, сөз құрамын есімізге түсіріп көрейікші. Сөз құрамы түбір және қосымшадан тұрады. Түбір сөз дегеніміз сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігі. Қосымша жұрнақ пен жалғаудан тұрады. Жұрнақ сөздің мағынасын өзгертеді. Жалғау сөз бен сөзді байланыстырады. Балалар, сөз құрамын талдап көрейікші. Асханалар, түбір сөз ас, хана жұрнақ, лар жалғау. Жүзгішті, түбір сөз жүз, гіш жұрнақ, ті жалғау. Балалар, сендердің естеріңе түсті деп ойлаймын. 105-ші беттегі 26-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Ел таңба мен ту туралы аңыз. Сонау ерте заманда бүгінгі қазақ елінің төрінде ай мүйізді, аққу қанатты қос пырақ өмір сүріпті. Сол қос пырақты мінген ерлер дүниені шарлапты. Көп уақыт өткен соң, оттан да ыстық деп, олар туған еліне оралыпты. Сонда қос пырақтың алдынан қалқыған қыран шығып, не көрдіңдер, не түйдіңдер депті. Көргенімізді айтсақ, көп сөз, түйгенімізді айтсақ, әркімнің өз жері жұмақ екен депті. Туған жер тұғырың, туған ел қыдырың деп қостапты қыран. Шаңырағымызды өз еліміздің төріне тігуге бел байладық, дейді қос пырақ. Онда алдарынан жарылқасын, шаңырағымыз биік болсын, дейді қыран. Сонда қос пырақ тұрып, тауып айттың қыран, ынтымақ түбі игілік дейді. Сол игіліктің арқасында Қазақстан атты елдің мәңгілік рәмізіне айналсақ, біз үшін бақыт емес пе? Онда бақытымыз баянды болсын. Міне, қысқаша түйіп айтсақ, еліміздің ел таңбасы мен туы осылайша пайда болыпты. Ал балалар, осы мәтіннен қандай ой түйдіңдер? Жарайсыңдар. Мәтіндегі нақыл сөздерді есімізге түсірейікші. Отан, оттан да ыстық. Туған жер тұғырың, туған ел қыдырың. Ынтымақ түбі игілік. Балалар, осы нақыл сөздерді есімізде сақтап алайық. 26-шы жаттығуда берілген мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда. Қандай сөздер қарамен жазылған еді? Дұрыс айтасыңдар. Заманда, ерлер, игіліктің, мәңгілік. Заманда сөзін сөз құрамына талдап көрейікші. Түбір заман, да жалғау. Ал балалар, қалған сөздерді сөз құрамына талдап көріңдер. Жарайсыңдар. Сендер дұрыс талдадыңдар деп сенемін. Дәптермен жұмыс. 27-ші жаттығу өлеңді көркем жаз. Елім менің жерге бай, айдынды шалқар көлге бай, деп Жамбыл Жабаев атамыз жырлаған екен. Балалар, осы өлеңді дәптерімізге өте
көркем жазамыз. Ал балалар, уақытымызды тиімді пайдалану мақсатында біз сендермен саябаққа серуендеу ойынын ойнаймыз. Ол үшін 28-ші жаттығуда берілген сөздердің түбірін табамыз. Берілген сөздердің түбірін табатын болсақ, біз мына билеттерді ойын алаңына ұтып аламыз. Бірлік, суат, желсіз, білім, сауатты, кішілік, балалық, көрме, ақылды, ойыншық, темірші, көлшік. Ал балалар, осы сөздердің түбірін тауып көріңдерші. Сендер дұрыс тапты деп ойлаймын. Бұл сөздерді менің тапқан түбір сөзімен салыстырып көріңдер. Бірлік, түбір сөз бір. Суат, түбір сөз су. Желсіз, түбір сөз жел. Білім, түбір сөз біл. Сауатты, түбір сөз сауат. Кішілік, түбір сөз кіші. Балалық, түбір сөз бала. Көрме, түбір сөз көр. Ақылды, түбір сөз ақыл. Ойыншық, түбір сөз ойын. Темірші, түбір сөз темір. Көлшік, түбір сөз көл. Балалар, сендердің де жауаптарың дұрыс болды деп ойлаймын. Ал балалар, сабаққа белсене ат салысқандарыңа рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.